Қош көрдік қазақ елі. Амансыздар ма, армысыздар, бармысыздар? Бүгін біз мына қаңтар айында, бұрын орыстың кезінде январский қоз деп айтушы еді ғой. Қазір мына қаңтар қозысы, қаңтарда туылған мына қойлар қоздап жатыр. Міне осы қойлар қоздаған кезде уыз көже жасаймыз. Уыз деген не? Көп адамдар ірімшікпен шатастырып жүреді. Жоқ, бұл бөлек. Уыз деген бірінші өзі қоздаған кезде қойдың, ешкі болсын, сиыр болсын, бірінші сүті сол уыз болады. Мысалы өзіміз бала кезімізден өскенбіз, қазақы қойлардың сондай сүттілігі сонша, енді сүтінің қоюлығы сондай, қозылары екі емшегін бірдей еміп қойса, сәп сары қылып, қиы шығып, құйрығы бітеліп қалса да өліп қалады. Сондықтан қозының құйрығын ашып, байқап көру керек. Егер сондай сәп сары болып, қиы жабысып тұрса, жылы сумен ақырын жуып, қиы шығатын жерін тазалау керек. Ал енді қайтадан уызға оралайық. Уыз деген ең бірінші қойдың жаңа сауылған кезде бір емшегін қосына, бір емшегін жаңа сауып алады. Сиырды да сөйтеді, екі емшегін беріп, екі емшегін ешкінде солай қылады. Бірақ қойдың уызы өте қою болады. Міне уыз деген осындай болады. Мына сіздерге көрсетіп отырмын ғой. Бұл уыз деген өте белокқа бай, витаминге бай, ол қозы тез аяқтанып кету үшін осындай болады. Мен енді қазір ірімшікті де айта кеттім, ақыры көрсете кетейін. Бұл ірімшік кейін сүтті қайнатқаннан пайда болатын ас. Екеуі де қазақтың ауқаты, қазақтың асы, бірақ екеуі бөлек. Ал енді қазақ елі, еліміз бай, мемлекетіміз қуатты болсын, дастарханымыз асқа толы болсын.